Таңғасын ішпестен қолына 2 үзім нан алып, кедей мұжық жер жыртуға шықты. Соқаға атын жегіп, заттарын бұта түбіне қойды. Күлшені де сол жерге қойып, бетін шапанының ұшымен шауып кетті. Бірақ жер жыртқан соң атының шаршағанын көрді. Оны соқадан шешіп, бірақ жайылсын деп отқа қойды да өзі әлгі бұтаның түбіне келді. Шапанның ұшын көтеріп еді, наны жоқ екен. Әрі іздеп, бер іздеп таппады. Шапанын әрі сілкіді, бер сілкіді, бірақ нан жоқ. Аң-таң болды. Бұл өзі бір қызғыс болды ау деп ойлады ішінен. Онда ешкім келген жоқ. Нан қайда кеткен? Мұжық жер жыртып жүргенде оның нанын шайтанның баласы ұрлап алған еді. Ол бұта түбіне отырып, қазір мұжық қарғап-сіленеді, нанды алып кетті деп, әйтеуір біреуді боқтайды. Менің айызым қанады деп, дәмеленіп күтіп отырды. Бірақ мұжық шомарт екен. Ол өзін қайрап, «Жә, аштан өлмеспін. Мүмкін қарны ашқан бір мүсәпір амалдың жоғынан алған шығар. Ендеше ас болсын дейміз. Басқа не дейміз? Тәбеті ашылсын. Құдай оған қуат берсін. Ал біз суға да тоямыз» деп құдыққа қарай беттеді. Шелектегі суды қанғанша сімірді де дем алды. Сәлден соң қайта тұрып жер жыртуға кірісті. Бала шайтанның дегені орындалмай, қарапайым мұжыққа күнә істете алмағанына жыны қайнады. Ібіліске барып болған жайды баяндады. Мен оның нанын алып қойдым. Ол қарғап сілеудің орнына маған тәбеті ашылсын, ас болсын деп бата берді. Бұл қалай? Деді бала шайтан. Ібіліс аузынан захарын шашып, ашуланып, мұжық азғырғанға көнбей саған үстемдік көрсетіпті. Демек, сен әлсізсің. Осы бетімен кете берсең, барлық адам біздің азғыруымызға көнбейді. Онда бізге өмір сүрудің не қажеті бар? Мұны бұлай қалдыруға болмайды. Сен қайтадан барасың да ана мұжықты азғырасың. Сөйтіп, наныңды ақтап аласың. 3 жыл ішінде ол мұжықты жеңе алмасаң, біз сені өлтіреміз. Түсіндің бе? Бар жоғал, деді. Бала шайтан қорқып кетіп, жер бетіне жүгіріп келді. Мұжықты азғыруды амалын ойлай бастады. Әрі бері теңселіп жүрді де, бір кезде шешім тапқандай болды. Сөйтіп жас жігіттің бейнесіне еніп, мұжықтың қарамағына жұмысшы болып жалданды. Ол келе сала мұжыққа егін егудің сырларын үйрете бастады. Қуаңшылық жылы саз жерге бидай екті. Сол жылы мол өнім алып, мұжық байлыққа батып қалды. Ал көрші дихандардың еккен егіні ыстық күннің астында қурап тұрды. Бұл жылы өнімді көп алған соң мұжық тағы да жас жігіттің кеңесіне құлақ түрді. Жас жігіт жымиып қойды да, биыл жауын көп болатын сияқты, егінді қырға ек деп кеңес берді. Айтқандай сол жылы жаңбыр мол, ылғал көп болды. Сазға еккен жұрттың бидайы артық ылғалданып, көгеріп, шіріп, рәсуа болды. Ал мұжықтың адырға еккен бидайы тағы да бітік шықты. Оның қамбасы толып, бидайы сыртқа төгіліп жатты. Енді артық бидайды не істерін білмеді. Жас жігіт оған артық бидайды ашытып, одан сыра, арақ жасауды үйретті.